АСД деген дәрі, АСД дейді бұны. Бұл енді совет үкіметінің кезінде жаңа зооаптекада сатқан, адамдар ішетін дәрілердің қатарында сатылмаған. Бірақ өздеріңіз білесіздер, совет үкіметінің кезінде жазылмайтын аурулардың барлығын осы дәрімен емдеп жазған. Яғни осы дәріні ішіп жазылған. Мен өзім осы 1-2 ай ғана ғұмырым қалды дегеннен кейін осы дәріні ішіп 40 жыл, 50 жыл өмір сүріп дүниеден өткен кісілерді білем, әлі өмір сүріп келе жатқан кісілерді білем. Кезінде бұл дәрінің сұйық түрін сол мал ішетін дәрі ретінде сатылады. Солардың аптекасынан алып ішсең жақсы болады деп маған бір кісілер айтқан. Бірақ мен оны алып бір рет ішіп көрдім, бірақ иісі сондай өте сасық. Бұл енді сасық дәрі деген атпен танымал болған кезінде. Сондықтан мен оны іше алмадым. Енді биыл осы жаңа жылдан бері осы дәрінің адам ішетін капсула түрі шықты, соған қосып жаңа свечалар шықты. Осы дәрі шыққаннан бері Қазақстанда, біздің тек қана Қазақстанда айтайық, талай адамдар осы дәріден жазылып жатыр. 10 рет одан да көп химия алған кісілер осы дәріден жазылып жатыр, рак ауруларымен. Енді менің өзімнің ауруыма келер болсам, менде 2020 жылы операция жасағанда операция кішкене сәтсіз болды. Содан кейін тағы да 3 операция жасады маған. Соңғы операцияларда менде мынау Цеф3 деген жаңағы антибиотиктан аллергия болды менде. Ең соңғы операцияда менде йодтан аллергия болды. Сонымен әйтеуір айтып бүйтіп операциядан бәрінен құтылдық. Бірақ жаңағы аллергия басып кетті мені. 2 қолымды, 2 құлағымды аллергия басып кетті. Кейіннен жаңағы басқа да денелерім қыши бастады. Сонымен анализ тапсырдым. Сізде жаңағы йодтан бөлек орехтан аллергия бар екен деді. Орехті жемей қойдық. Сонымен жүрдік, кейін басылмады. Сосын басқа неге барып тапсырып едім. Сізде араның балынан аллергия дейді. Сосын оны жемей қойдық. Бірақ аллергия басылған жоқ. Жоғалып кетеді. Біраз күннен кейін резко шығады. Құлағым бәрі дуылдап жаңағыдай, содан оянам өз таңертең. Сонымен қышынам. Мына 2 білектің бәрі ұп-сақ қап-қара, қап-қатты сондай жаңағы бөрткендер, тырнақ басаң жаңағы жұлынып кетеді де, қанап, сосын ашып, жамандай ауырады енді. Жазылмайды бірнеше күн. Қасымайын десең шыдатпайды. Байқамай қасық баласын ұйықтап жатқанда, күндіз енді ойламауға тырысып жүрем, бірақ жатқанда байқамай қасып тастайсыз. Содан дәрілердің ішпеген дәрінің бәрін іштім. Жарты жылда ішпеген дәрім жоқ, жақпаған майзым жоқ. Майздың бәрін жақтым енді. Содан осы АСД дәрісінің капсуласын алып, осыдан 1 ай бұрын ғой, 1,5 ай бұрын деді. 3 күн іштім. Күтіп жүрдім, әдейі тап сол бір өзі дуылдап бір шығады. Айның ортасына қарай сол кезде ішейін деп. Соңғы кездерде көзім қосылып қышыды. Көзімді аша алмай қалдым. Содан 3 күн іштім. 3 күннен кейін мына қолымдағы білегімдегі жаралар үгіліп түсе бастады. Соны видеоға түсіріп алу керек еді, сол кезде түсіріп алмаппын. Кейін тағы 3 күн ішкеннен кейін көзімнің құрғағаны бәрі басылып, қышығаны бәрі басылды. Енді мен ойладым, бұл жаңағы өзі басылатын уақыты келген шығар. Енді бір аптадан кейін, 3-4 күннен кейін өзі қайтадан қышиды, резко, сол кезде қайтадан бастайтын шығар деп. Жоқ, содан бері 2 жаңағы несін іштім, 15-15-тен 30 таблетка. Міне 2 ай уақыт болып қалды қазір. Орны бәрі кетті, ешқандай қышыған ештеңе жоқ, құлағым арты бәрі жазылды, шаштың астының бәрі ұп-сақпа бөртіп кеткен, оның бәрі жазылды.
барлықсы сол ары берісі өзі 5 күннің ішінде жазылды. Қайтып ештеңе жоқ қазір, Құдайға шүкір. Енді қазір жаңағы операциядан кейін түсіп қалған шаштарым бәрі қайтадан орнына шығып жатыр. Өзім байқап жүрмін, шашым күннен күнге ақырын қойылып келе жатыр. Міне осындай енді аллергияға жаңағы бір пайдасы осы екен. Енді простатитпен ауырған кісілерге, жаңағы ракпен ауырған кісілерге, көп адамдарға мен өзім алып беріп жатырмын. Жаман болды деген естіген жоқпын. Иә. Тіпті 102 жасқа келген бір кісіге мен бердім. Енді ол кісінің кім екенін айтпай қояйын. Сол кісі маған айтты, балам деді, мен кәдімгідей кішкене толықсып, буындарының ауырғаны бәрі кішкене қайтып, ұйқым түзеліп, жаңағы түнде өзім қорылдан жаңағыдай тұншығып оянатығым дейді. Соның бәрі жоғалды деп сондай айтып жатыр. Міне сондықтан бұл енді таза өнім, бұда ешқандай химикат жоқ. Жаңағы Ярославскідегі заводтан біз тікелей әкелеміз, бірақ подделкасы бар екен, басқа жерлерде сатады екен, одан біреулер ауырыпты, бүйтіпті, сөйтіпті деген әңгімелер көп қазір. Болып жатыр, ондай көріп жүрміз. Бірақ енді біз сол тікелей заводынан әкеліп жүрміз. Енді менің өз басыма көрген әсерім осы. Басқа кісілердің айтып жатқан комментариялары енді керемет. Жаңағы іштен кішкентай жаңа туып, бесікте жатып, рак болып жатқан балалар бар екен қазір. Соларға бергенде жарты айдан кейін анализ тапсырғанда уже рак подтверждение болмай тұр. Рактың бар екенін дәлелдей алмай тұр уже дәрігерлер. Міне менің айтайын деген комментариям осы. Енді шипасы Алладан ғой. Бірақ енді өздеріңіз білесіздер, бұның 70 жылдан артық тарихы бар. Атақты Дорогова деген профессордың шығарған дәрісі. Бұны кезінде Сталин заманында бұл дәрі сондай керемет болған. Бұдан басқа дәрі ішілмеген шындығында. Бұл тікелей жаңағы Берияның жарлығымен, бұйрығымен сол кезде жабылып, ол кісінің өзі көзінің ақырын құртып жіберген. Оны қазір бүкіл Совет үкіметі біледі. Бұрынғы Совет үкіметінде болған елдің бәрі біледі, әсіресе дәрігерлер біледі. Сондай жағдай, бұны кезінде сасық дәрісінің өзін жаңағы напитоктың жаңағы сусындардың баклажкасына құйып, далаға қойып, сосын сыртындағы иісі кеткеннен кейін оны жаңағыдай ішіп отырған су сияқты қолға ұстап, Қытайға, басқа елдерге самолетпен тасыған кездеріміз болған. Енді қазір мынау капсуласы шықты, свечасы шықты. Біздің Қазақстанда өте үлкен спросқа ие болып жатыр. Біздің Қазақстанда айтып отырмын, мен басқа елде айтып отқан жоқпын. Россияда, басқа елдерде де қатты спросқа ие болып жатыр екен. Дәрігерлердің өздері қалжыңдап айтып отыр. Мына осылай сатыла беретін болса, 1-2 жылда бүкіл аптека жабылып қалайын деп тұр ғой деп. Дәрігерлердің өздері жаңа кеңес беріп жатыр осыны. Жаңағыдай қолдануға, өздері қолданып жатыр. Сол себептен бұл енді дүние жүзіне мәлім 70 жылдық тарихы бар дәрі, ешқандай жаңағыдай бір жаңадан ойылып тапқан бір японский, американский, жаңағы китайский деген сияқты басқа бір нәрсе емес бұл. Совет үкіметінің сіздер мен біздер білетін атақты дәрі бұл. Сондықтан мен соған сеніп, соны пайдаландым. Результаты міне осындай болды ағайындар.